Так, достар, ары қарай кеттік. Бізде спортный жылға қызық отыр. Мына жақта бізде Назерке. Назерке. Сол, наконец-то. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар, қалыңыз қалай? Онша емес болып қалды, мен соңғы сұрап жатыр. Бағанадан бері бәрін айналып. Жоқ, мен көрдім, бағанадан бері бәрін айналып жүрсіздер. Ал мені ша дегеннен кейін бірақ шақырдыңыздар. Өтірік айтпаңыз. Шынымен солай. Вообще сіз жүгіріп жүрсіз. Достар, мен қалай бұл қоғамда қалай жүремін? Хабарласамын сені. Жағдайыңыз қалай? Съемка бар. Жағдайым жақсы, өздерің Жақсы ма? Жақсы. Не шат етіп отырық па? Жоқ, әдемі айтайын. Айта берейік па? Бізде бүгін тақырып алғашқы бала махаббат туралы. Бала махаббат. Бала махаббат. Бала махаббатта. Өзіңнің кластасың болған. Қызық қой ол негізі. Иә, конечно. Өзің кластасың. Мен білем. Білем, сен деген қайтып қалды. Ренжімеңіз енді, біз просто сізді ұстаймай қалдық. Ужас. Бәрі жақта қысқаншақ айтады, бәрі біріне қысқандырады. Так, Назерке, бізде бүгінгі сұрақтың тақырыбы алғашқы бала махаббатыңыз туралы. Есіңізде ме? Әрине, мен алдында айтып едім ғой. Мен Өзімізді айта бердім. Жұлдызай, қателеспесем, сіз де әкеңізбен қатты қарым-қатынаста емессіз, Иә. Неліктен? Ол да жаңа Индира айтқандай бір әкеге деген бір реніш пе болмаса не жағдай? Жоқ, менің ситуациям мынандай, ажырасып кетті 5 жасында. И одан кейін араласқан жоқпыз, өйткені басқа отбасына таңдап кетті. Одан кейін мен күйеуге шығатын кезде мен ол кісіні звондап шақырдым, өйткені мен жақын болдым. Қызбын ғой енді, қыз болғандықтан бәрібірдей папасына жақын болады. И мен шақырған кезде Ол әлі де бойдақ еще. вау! Бір интрига отыр достар. Әлі де бойдақ. Неге өйтіп айттыңыз? Это что? Әлі де бойдақ дедіңіз. Какой-то, да? Жоқ, емес. Есімі қалай? Аты кім? Айта алмаймын. Айтыңыз. Ұят болып қалады. Айтыңыз. Атыма Құрманбек. Білгем. Чалтан етігем білгем. Өзім досым болған. Отказ алғаннан кейін мен көңілім қалды. Сонда әкеңіз сізді қабылдаған жоқ? Келгісі келген жоқ мен тойымда. Мен айттым да, маманың қасында просто қасында тұр. Өйткені құда бар, құдағи деген нәрсе бар. Соның қасында тұр деген кезде келіп бір қол үшін берген жоқ. Сондықтан одан кейін мен ренжідім. Ренжігеннен кейін сосын өзім ойландым. Не үшін мен ренжимін? Знаете, ол адам қаламайды түрден. Содан кейін өзім босаттым.